Біз күнделікті өмірде бір зат не осылай, не олай болу керек деп ойлаймыз. Мысалы, жарық қосулы немесе сөнулі, есік ашық немесе жабық, яғни бізге екі күйдің бірін таңдау табиғи көрінеді. Бірақ кванттық әлемде бәрі басқаша. Онда бөлшек бір мезетте екі тіпті бірнеше күйде қатар бола алады. Міне, бұл суперпозиция принципі. Суперпозиция дегеніміз не? Қарапайым айтсақ, суперпозиция бір объектінің бір уақытта бірнеше ықтимал күйде болуы. Бөлшек тек өлшенген сәтте ғана белгілі бір күйді таңдайды. Мысалы, электронды алайық. Ол атом ядросының айналасында нақты бір орбита бойымен ұшып жүрген жоқ. Ол барлық мүмкін орбиталарда бір уақытта бар. Біз оны өлшеген кезде ғана ол белгілі бір орынды таңдап алады. Шредингер мысығының тәжірибесі. Физик Эрвин Шредингер осы құбылысты түсіндіру үшін танымал ой тәжірибесін ұсынды. Елестетіңіз, қораптың ішінде бір мысық бар, қасында радиоактивті атом және у бар. Атом ыдыраса, у ашылады, мысық өледі, ал ыдырамаса, мысық тірі қалады. Кванттық тұрғыдан қарасақ, біз қорапты ашпайынша атом ыдыраған және ыдырамаған күйде қатар болады. Демек, мысық та бір мезетте тірі де, өлі де. Бұл суперпозицияның көрнекі мысалы. Тек бақылау кезінде ғана жүйе бір нақты күйге ауысады. Суперпозиция тек теория емес, ол нақты тәжірибелермен дәлелденген. Мысал, екі саңылау тәжірибесінде электрон бір уақытта екі жолмен өтеді және өзімен өзі интерференция жасайды. Бұл тек толқын ғана емес, бөлшекте бір уақытта екі жерде бола алатынын дәлелдеді. Кванттық әлемде бөлшектер тек нүктелер емес, олар ықтималдылық толқындары. Суперпозиция принципі барлық кванттық технологиялардың жүрегі. Кванттық компьютерлер дәл осы принцип арқылы жұмыс істейді. Мысалы, кәдімгі бит тек 0 немесе 1 бола алады, ал кванттық бит-кубит бір мезетте әрі 0, әрі 1 бола алады. Осының арқасында кванттық компьютер миллиардтаған есепті бір уақытта орындай алады. Яғни суперпозиция болашақ есептеу әлемінің кілті. Суперпозиция принципі материя мен энергияның, таңдау мен белгісіздіктің шекарасын жоятын заң.